сенің бабаларың да әжелеріңнің ауылына қыдырып кетіп қалған екенсіңдер. Әжелерің көне заманнан сақтап келе жатқан ата бабамыздан қалған мынау құрамдардың бәрін сендерге таныстырайын деп әдейі шақырдым. Кәнекей балалар, ата бабаларымыз бәрін қолмен тартқан. Танысқыларың келе ме? Әжемді қандай тас? О жарығым, бұл тас демейді, бұл тас қол диірмен деп аталады. Ата бабаларымыз бұрында осыған мынау тарыны салып, қол диірменмен тартып, талқан жасап отырып жеген. Мінекей, бұған бақ күш керек. Саламыз, жетемізді қатты күшпен қыздарым, балаларым, немерелер. Мұнан жаңағы қол диірменнен тарыны мынандай етіп талқанға майда үгітіп шығатқан ешқандай естіған дүние, бәрі табиғи зат. Енді қазір әжелерің ыстық сүтпен, маймен майстер жасап береді. Бұны жесеңдер күштерің көп болып ауырмайсыңдар, тоқ жүресіңдер. Мінекей балалар, қандай келеді? Ой құлыным, бұны келі келсек дейді. Балалар, бұл өте ауыр. Бұны қарағай ағаштардан ата бабаларымыз кезінде шеберлер жасаған. Бұған мынау жүгеріні салып, жүгерін салатта қатты күшпен бұны ұрып жүгеріні майдалап талқан кет жасаған. Мінекей оған қатты күш керек балаларының бір ұрған міне осылай қатты ұру арқылы майдалап жүгеріні уатып тары талқан жүгеріні талқан деген болған. Мінекей көрдіңдер ма? Оған қатты күш керек. Бұны келі келсек деді. Мынау келі келіштіреді екен балалар. Көрдіңдер ма балаларым? Қандай күшпен ұру керек екен, иә? Мінекей сендер де өстіп кішкентай немере шөберелеріне өстіп әжелердің айтқанын түсіндіресіңдер. Мінекей мына келі келсаттан ұрып жаңағы жүгеріні қандай майдалап көрдіңдер ме? Қараңдар, сусылдап майда болды. Бұдан да жүгеріден де талқан жасайды екен. Көрдіңдер ме? Балаларым. Әже, қандай керемет талқан. Ой, жарықтарым, әжелерің сендерге керемет талқанын жасап береді. Мына қол диірменмен тарыны салып айландырып мынандай талқан жасадық. Ал жүгеріні салып мына келі кесеппен жүгеріні уатып, міне жүгеріні мынандай ұсақтап майда-майда жүгеріні майдаладық. Талқан қатты тәтті екен. Ой, жарықтарым, сендерге ұнаса болыпты. Осы тары талқанмен сусындасаңдар, сендер әдемі болып өсесіңдер. Мінекей, көне заманнан әжелерің сақтап келген бұйымдармен сендер таныстырдым, иә? Ал енді мынаны көмектесіңдер, иә?